Армысыздар, құрметті тыңдармандар, YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі топтамада Сократтың нақыл сөздерін айтатын боламыз. Арнамызбен бірге болыңыз. Сократ ежелгі грек елінің үздік ойшылы. Сократтың ілімі қазіргі заман пәлсапасының маңызды бөлігі. Ол ең алдымен табиғат тылсымдарын емес, алдымен тұлға ретінде адамды қарастыру керек деген ой пікірін ұсынды. Сократтың өзі ешқандай шығармалар жазбаған, тек ауызша айтқан. Біздің Сократ туралы білетініміздің барлығы оның замандастары мен шәкірттерінің жазғандарынан алынған. Ендеше назарларыңызға Сократтың бір топ сүбелі сөзін ұсынатын боламыз. Әрбір адам күн сияқты, тек оған жарқырауға мүмкіндік беру керек. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы жоқ адам кедей. Бір ғана жақсылық бар, ол білім, тек бір ғана жамандық бар, ол надандық. Мен өмір сүру үшін тамақтанамын, ал кейбіреулер тамақтану үшін өмір сүреді. Мен көп нәрсені білмейтінімді білемін, алайда басқалар мұны да білмейді. Адамдарды таныған сайын өзімнің итімді қатты қадірлеймін. Қалаған адам амал табады, қаламаған себеп табады. Ашулы адам ешқандай пайдасыз басқаларды зәбірлейді. Ізгілік пен игілік жоқ жерде әсемдік те жоқ. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Өлімді білмей тұрып, одан қорқу қисынсыз сияқты. Арманым азайған сайын Құдайға жақындай түсемін. Әлемді өзгертпес бұрын өзіңді өзгерт. Абыройсыздықпен өмір сүргенше, батылдықпен өлген артық. Сөз сүйектен өтпесе, таяқ та көмектеспейді. Табиғат көп көріп, көп тыңдау үшін екі көз, екі құлақ берді, ал аз сөйлеу үшін бір ғана ауыз берді. Достарыңның жүрегін құр қошеметпен емес, көңілден шыққан шынайы сөздермен жаулап ал. Өмірлік тәжірибесі аз адамның айтқан сөзі аса сеніммен шыға бермейді. Мейлі маған еліктеп айтса да. Талқыға салған кезде ғана ақиқаттың беті ашылады. Өз шаруаларыңды өзгемен ақылдасу үшін алдымен оның өзінің шаруаларымен қалай айналысып жатқанын қара. Таң қаласың, кез келген адам қанша қойы бар екенін жатқа біледі, бірақ қанша досы бар екенін айта алмайды. Сонда достықтың бағасы қанша? Тәуірлер тәуір кісі тойына шақырусыз да бара береді. Мен өмір сүру үшін жеймін, ал басқалар жеу үшін өмір сүреді. Өнерден жақсы, білімнен үлкен, ұяттан сұлу нәрсе, қызғаншақтықтан асқан дұшпан жоқ. Иә, мен олардан ақылдырақпын, өйткені өзімнің ештеңе білмейтінімді білемін. Ал олар білмесе де, бәрін білеміз деп ойлайды. Ой қу дегеніміз өлімге дайындалу. Егер сендер дауыс беру арқылы бәрін шешуге болады деп ойласаңдар, онда Афинаның бар иттері атқа айналсын деп дауыс беріп көріңдер. Мен сені көруім үшін сөйлегін. Жақсылық дегеніміз даналық пен білім. Табиғат көп көріп, көп тыңдау үшін екі көз, екі құлақ берді, ал аз сөйлеу үшін бір ғана ауыз берді. Достарыңның жүрегін құр қошеметпен емес, көңілден шыққан шынайы сөздермен жаулап ал. Абыройсыздықпен өмір сүргенше, батылдықпен өлген артық. Адамдарды таныған сайын өзімнің итімді қатты қадірлеймін. Тек бір ғана жақсылық бар, ол білім.
тек бір ғана жамандық бар, ол надандық. Астың тұздығы аштық. Асқа ең жақсы дәмдеуіш ашқарын. Қалаған адам амал табады, қаламаған адам себеп табады. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы жоқ адам кедей. Ең кедей адам үйі, жан ұясы, ақшасы да жоқ адам емес, арманы жоқ адам екен. Қалтасында көктейіні жоқ адам кедей емес, арманы жоқ адам кедей. Мен ештеңе білмейтіндігімнен ғана білемін, бірақ басқалары оны да білмейді. Сынақсыз өмір емес. Адамдар неге жақсы іс істеу керек екендігін біле тұра, жаман іс істейді. Жамандық пен жақсылықты айыра білу даналықтың шыңы. Ұнатпаған адамның ештеңе үйрене алмайсың. Денсаулық барлық нәрсе емес, бірақ барлық нәрсе денсаулықсыз ештеңе емес. Әлемді қозғалтқысы келетін адам алдымен өзін қозғалтсын. Сөйлеп басташы, кім екеніңді көрейін. Сұлулық ол тақта ұзақ отырмайтын патшайым. Жалғыз ғана шынайы даналық бар, ол әсілінде біздің еш нәрсе білмейтіндігіміз. Ештеңеге қарамай үйлен. Егер жақсы жар кездессе, бақытты боласың, ал жаман жар кездессе, философ боласың. Күннің бір кемшілігі бар, ол өзін көре алмайды. Даналық көк пен жердің патшайымы. Шынын айтсам, неке бәле, бірақ қажетті бәле. Қалау құмарым қаншалықты аз болса, соншалықты Құдайға жақынмын. Ештеңе істемегеннен гөрі мақсатсыз болса да бір нәрсе істеген артық. Іштарлық жанның мерезі. Мықты адамдар идеяларды талқылайды, орташа адамдар оқиғаларды талқылайды, ал әлсіз адамдар адамдарды талқылайды. Білетініміз шектеулі, білмейтініміз шексіз. Жанын емдемей тұрып, тәнін емдеймін деме. Егер видео ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.